Баршаңызға қайырлы күн, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін өте дәмді, барлығымыздың сүйіп жейтін асымыз тәтті бұрыштан голубцы жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Жаңадан өсіп келе жатқан қыз-келіншектерге керек болар деген үмітпен түсіріп отырмын. Алдымен бір пиалай күрішке ыстық қайнаған суды құйып бірінші тұндырып аламыз. Сосын 400 грамм фаршқа 2 пияз, 1 қызанақ, 2 бас чеснок, дәміне қарай тұз, қара бұрышты салып, жақсылап біркелкі барлығын араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді картоп, пияз, сәбіз барлығын өзімізге ыңғайлы бөліктерде бөліп, турап дайындап аламыз. Сосын қызып тұрған майға салып, жақсылап кезеңмен қуырып аламыз. Жақсылап қуырып дайындап алдық. Енді үстінен 2-3 литр қайнаған суды құйып, дәміне қарай тұз және де дәмдеуіштерді салып, жақсылап араластырып қайнатамыз. Осы аралықта тәтті бұрыштарға салмамызды толтырмай жақсылап саламыз. Піскен соң салмамыз сыртына шығып кетпес үшін толтырмай саламыз. Голубцымыз дайын болды. Енді қайнап тұрған сорпаға жаймен барлығын салып шығамыз. Жай отта 35-40 минутта пісіп дайын болады. Тамағымыз пісіп дайын болды. Менің өте сүйіп жейтін асымның бірі, өте дәмді болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.